Мамырдың 21-нен 22-сіне қараған түні Билбао қаласында Европа лигасының жеңімпазы анықталатын матч өтпек. Осы түні Сан-Мамес стадионы жанкүйерлерге лық толы болатыны анық. Алаңда Тоттенхэм мен Манчестер Юнайтед аяқдопшылары күш сынасады. Бұл тек трофей үшін емес, бүкіл маусымды құтқарып қалу үшін болатын шайқас. Достар, видео париматчтың қолдауымен дайындалды. Төмендегі сілтеме арқылы Telegram арнасына өтіңіз. Бекітілген пікірде киберспортқа қызығатындар үшін арнайы акция жүріп жатыр. Бұл Европа лигасы тарихында ағылшын командалары өзара мықтыны анықтайтын екінші финал болмақ. Біріншісі 2019 жылы өткен, ол кезде Челси аяқдопшылары Арсеналды 4-1 есебімен жеңіп тұрды. Бір қызығы дәл осы маусымда Тоттенхэм чемпиондар лигасының ақтық сынына шығып, Ливерпульге 0-2 есебімен жол берген еді. Қазір лондондықтардың екінші рет Европа лигасын бағындыруға мүмкіндіктері бар. Соңғы рет олар бұл трофейді 1984 жылы иеленген екен. Ол кезде ақтық сында Бельгияның Андерлехт клубынан пенальти сериясында айласын асырды. Ал Манчестер Юнайтед бұл турнирде 2017 жылы жеңіске жеткен. Сол кезде команданың бапкері португалдық Жозе Мауриньо еді. Ал 4 жылдан кейін, яғни 2021 жылы өткен финалда манкуниандықтар Вильяреалға пенальтиде ұтылды. Бұл жолы қызыл сойқандарды финалға тағы бір португалдық маман Рубен Амарим бастап келмек. Бұл Еврокубоктар тарихындағы ең ерекше финалдардың бірі болғалы тұр. АПЛ-да сәтсіз өнер көрсетіп жатып, чемпионшипке ұшып кетуден аман қалған екі команда кәрі құрлықтың екінші ең ірі додасының финалында бір-біріне қарсы шығады. Қос ұжымда Европа лигасында жақсы өнер көрсетіп, маусымды трофеймен және чемпиондар лигасына жолдама алып аяқтау мүмкіндігіне ие. Бірде 8-ші финалдың бірінші матчында Тоттенхэм Алкмар аяқдопшыларынан 0-1 есебімен жеңіліп, жауапты кездесуде 3-1 есебімен жеңді. Франкфурттық Айнтрахтқа қарсы өткен ширек финалдың тағдырын бір доп шешті. Ал жартылай финалда лондондықтар Никита Хайкиннің Бодø Глимптін 2 матчта 2 гол айырмасымен ұтты. Манчестер Юнайтед алғашқы плей-офф раундында испаниялық Реал Сосьедадты жарыстан шығарды. Ширек финалда Лион мен қос матчтық текетірестің жеңімпазы қосымша уақытта белгілі болды. Ал жартылай финалда қызыл сойқандар Билбаоның Атлетик командасын сенімді түрде жеңді. Тоттенхэм премьер-лигада сәтсіз маусым өткізуде, бірақ оны трофеймен құтқара алады. Англия чемпионатының соңғы туры қарсаңында лондондықтар турнир кестесінде 17-ші орында. Мұндай нәтиже толық сәтсіздік. Соған қарамастан клуб басшылығы Ангелос Постекоглуге маусымды аяқтауға мүмкіндік берді. Өйткені команданың кадрлық мәселесі өте көп болды. Оның үстіне Тоттенхэм Европа лигасында жақсы ойнап, трофеймен чемпиондар лигасына жолдаманы жеңіп ала алады. Бұл сәтсіз маусым үшін жақсы жаңалық болмақ. Ангелос Постекоглу финал алдында негізгі ойыншыларын әдейі демалтты. АПЛ-дың өткен турында Астон Виллаға қарсы өткен матчта Тоттенхэм алаңға қосалқы құраммен шықты. Бұл ойынның турнирлік маңызы болмағандықтан бапкердің шешімі орынды болған сияқты. Европа лигасының финалында негізгі құрамда шығуы әзірге белгісіз болып тұрған Сар мен Сон алғашқы минуттардан алаңға шықты. Сонның жағдайы түсінікті, оған жарақатынан кейін қайта бабына келу үшін ойын уақыты берілді. МЮ Тоттенхэмге ыңғайлы қарсылас. Лондондықтар қызыл сойқандарға қарсы соңғы 6 ойында 4 жеңіс және 2 тең нәтижеге қол жеткізді. Ал соңғы 5 матчта 2 немесе одан да көп гол соқты. Биылғы маусымда бұл командалар 3 рет кездесті. Барлық ойында Тоттенхэм жеңіске жетті. Соның ішінде желтоқсандағы кубоктық кездесуде де мерейі үстем болған екен. Достар, егер сіз өткен ойындардың қорытындысынан хабардар болғыңыз келсе, төменде видеоның сипаттамасында көрсетілген сілтеме арқылы Спортпульт сайтына өтсеңіз болады. Сондай-ақ онда барлық матчтардың лайв нәтижелерін бақылап, алдағы ойындардың күнтізбесін және чемпионаттардың турнирлік кестелерін көруге болады. Европа лигасының финалы қарсаңында МЮ АПЛ-де тағы да ұтылды. Қызыл сойқандар ел чемпионатының соңғы турында Челсиге қонаққа барып маусымда 18-ші жеңілісіне ұшырады. Қазір команда турнир кестесінде 16-шы сатыда келеді. Бұл маусымда Юнайтед бірнеше антирекорд орнатты және алғаш рет қатарынан 2 жеңіске жете алмай маусымды аяқтамақ.
Бірақ Европа лигасында бірде-бір жеңіліске ұшырамай финалға әділетті түрде жетті. МЮ биылғы Европа лигасының ең нәтижелі командасы. Манчестер Юнайтед ағымдағы турнирде 35 гол соғып, шабуылда өте сәтті ойнауда. Қақпаға 7 допты отқан Бруно Фернандеш және 6 мәрте көзге түскен Расмус Хойлунд дүбірлі доданың үздік сұрмергендерінің қатарында. Айта кетерлігі, қызыл сайқандар өткізген 14 матчтың барлығын гол соғып аяқтаған, ал соңғы 5 кездесудің негізгі уақытында 15 рет қарсылас қақпаның кілтін тапты. Түрлі турнирлерде өткен соңғы 6 кездесуде Тоттенхэм қызыл сайқандардан жеңілген жоқ. Қос команда арасында өткен соңғы 11 матчтың 8-де екі клуб жалпы 3 немесе одан да көп гол соққан. Осылайша Европа лигасының финалында премьер-лигада сәтсіздікке ұшыраған, бірақ Европалық аренада жарқыраған екі команда кездеседі. Бұл матчтағы жеңіліс екі команда үшін де ауыр соққы болмақ, бірақ моральдық тұрғыда көбірек зардап шегетін Тоттенхэм. Өйткені МЮ маусым барысында бапкер ауыстырды және Амарим мен клуб басшылығы Европа лигасының маңызын бірнеше рет әсірелемеуге тырысты. Тоттенхэм ақтық ойынға келесі құраммен шығуы мүмкін. Викарио, Педро Поро, Ромеро, Ван де Вен, Удоджи, Сар, Бисума, Бентанкур, Джонсон, Саланке, Ришарлисон. Ойынға арқа жарақатынан Сар қатыспауы мүмкін, ал алаңға шықпайтындардың қатарында өкше жарақаты бар Бергваль және тізе жарақаты бар Кулусевский мен Мэдисон. Лондондықтарда сол жақ вингер мәселесі өткір болып тұр. Табанынан жарақат алып, жақында ғана қатарға қосылған соң негізгі құрамда ойнауға дайын болмауы мүмкін. Олай болса, шабуыл шебінің сол жақ қапталында Ришарлисон немесе Матис Тель өнер көрсетуі мүмкін. Жартылай финалдың 2 матчында бразилиялық негізгі құрамда ойнады, сондықтан оның ақтықсында алаңға шығу мүмкіндігі жоғары. Жартылай қорғаныста Деян Кулусевский жарақат алып, орнына Сар шығу мүмкін, бірақ оның да ойынға қатысуы белгісіз. Ал Манчестер Юнайтедтен негізгі құрамда алаңға шығатындар Анана, Йоро, Де Лихт, Магуайр, Мазрауи, Угарте, Каземира, Доргу, Диало, Хейлун және Бруно Фернандеш. Түрлі жарақат салдарынан Далат, Де Лихт және Йоро ойынға қатыспауы мүмкін. Тізесінен жарақат алған Мартинес және жамбас бұлшық еті жарақаттанған Зиркзе өнер көрсетпейді. Қорғаушылар Лени Йоро және Матеис Де Лихттің жағдайлары мәз емес. Дегенмен Амарим олардың финалға дейін қатарға оралатынына үміттеніп отыр. Шабуыл желісі де сұрақ тудырады. Маут пен Диало Атлетикке қарсы өткен жауапты жартылай финал кездесуінде жақсы өнер көрсетті, бірақ олардың екеуінен тек біреуі ғана алдағы матчтың бастапқы минуттарында алаңға шығуы мүмкін. Бұл шешуші матчта тартысты ойын мен голдар күтуге болады. Екі команда да биылғы турнирде шабуылда жарқырады, ал еншісінде 35 голы бар МЮ тіпті турнирдің ең нәтижелі командасы саналады. Дегенмен манкуниандықтар мен лондондықтар қорғаныста сенімсіз ойнады және жиі гол жіберіп отырған. Қай команданың жеңетінін нақты айту қиын, бірақ Тоттенхэмнің мүмкіндігі сәл жоғары. Олар финал алдында негізгі ойыншыларын демалтты және соңғы кездесулерде МЮге қарсы жақсы статистикаға ие. Футбол сарапшылардың басым бөлігі ойын нәтижелі өтуі мүмкін екенін айтады. Қос команда да маусымды сәтті аяқтау үшін соңғы мүмкіндігін пайдаланады, сондықтан қателіктері де болуы ықтимал. Біреулер аздап басымдықты Манчестер Юнайтедке берсе, енді бірі Тоттенхэмнің жеңісіне сенімді. Сарапшылар екі командада гол соғады деп болжайды. Сонымен Европа лигасының жеңімпазы жақын арада белгілі болмақ. Қай команда маусымның батырларын айналады? Тоттенхэм тарихқа енеді ме, әлде МЮ екінші рет Европа лигасын бағындыра ма? Финал сенсациясыз болмайды. Қай команданы қолдайсың? Пікір жаз, арнаға жазылып, бейнені достарыңмен бөлісуді ұмытпа.